Соғыста сұрапыл өзгеріс болмақшы. Көктем келе, осы алдағы Наурыз бастала сала, Украинаға Германиядан да, Англиядан да, Америкадан да өте жоғары сапалы, өте озық деңгейдегі танкілер жеткізіледі. Қазір мамандар оқытылып жатыр. Екіншісі, осы Наурызға қарата Украинаның әлем әуе кеңістігінде екі үлкен жаңалық болады. Біріншісі, олардың әуе кеңістігі енді Ресейдің зымырандарынан құтқарылады. Себебі оларға франциялық және америкалық әуе қорғаныс жүйесі іске қосылып, енді Ресейдің атқан зымырандар да, қанатты ракеталар да, басқа ұшатын заттар, дрондар да Украина әуе кеңістігіне кіре алмайтын болады. Енді бұдан да басқа таңғажайып жаңалық, енді осы көктемге қарсы Украинаға сериалды Американың жет файтерлары, яғни Американың бүркіш қырғындағыш ұшақтары беріледі. Ал бұндай натолық стандарттағы натоның ұшақтары мен Американың ұшақтары ол Ресейдің тасталқан шығарады. Бұдан да өткен таңғажайып жағымды жаңалық, енді Украина Ресейге қарсы шабуылға шығуы мүмкін. Бірінші кезекте орыс басып алған Украин жерінде, екінші кезекте арғарай Ресей территориясы. Олар Донецк мен Луганскіні азат қылады, тіпті Қырымды тартып алуы мүмкін. Ал Қырымды тартып алғаннан кейін Ресей жерінде соғыс басталуы мүмкін. Тіпті бұл соғыс алдағы уақытта 5 жылға жалғасуы бек мүмкін.